қыздар. Ашылып отырыңыздаршы. Ашылсаңыздаршы. Скамейкаларды әкелеріңіз салып берген жоқ қой. Вот менің әкем салып берді мысалға. Бірақ ауылда да ол скамейка оны әкеліп жүре алмаймын ғой өзім біргеше. Көшеде тұрған скамейкаға отыру керек та, жалғыз сіздер тұрғансыздар ғой. Шама ашылып. Өйткісі бұл қарамай қойыңыздар қыздар маған ше. Өйткісі болмай қойыңыздар. Сіздерді ертең орындарыңызға қоятын бай табылады ғой, Құдай қаласа ше. Өздеріңізше болып кісі болып қарағандарыңыз соншалықты. Әңгімелеріңіз бөліп жүрдім ба? Әңгіме айта беріңіздер қыздар. Бай арамны өткізіп жүріп мен тыңдап отыра беремін. Әңгімеге жақсымын қыздар. Просто андай ғой. Енді ұят болса да айтайын енді. Қазір сіздер 30-дар да жерде ше. Сіздер қазір әңгіме дүкен құрып отырсыздар ғой. Ол өсек деп айтылады да. Негізі былай қысқа түрде айтқанда өсек деп айтылады ше. Сіздер отырған кезде мысалы отырсыздар, мына скамейка не үшін ағарып кеткен? Вот сіздер сияқты адамдар отырады да өсек айтып, өтірік мына жердің бәрін ағарып тастайды да. Жоқ шын ғой. Сіздер отырасыздар да мына жердің бәрін ағарып тастайсыздар. Өсек айта бермеу керек та қыздар ше. Ұят қой сонша. Вот неше сағат отырсыз мына жерде? Көп болды ма отырғандарыңыз ба? Жарты сағат. Вот жарты сағаттың өзі соншалықты уақыт та. Студентсіздер ма негізі? Иә. Не, студентсіздер. Жалпы өмірлеріңіз өсекпен отыр десеңіздер ше. А? Неге олай десеңіз? Жоқ, андай ғой. Мысалға да, просто мысал ретінде айтып жатырмын да, қараңыздар. Сіздер жалпы адам дейтін да, жұмысқа барады да өсек соғып отырады. Сағат 8-де барады жұмысқа, кешкі сағат 6-ға дейін өсек соғып отырады, өмірі өсекпен. Сіздерде простой пример. Мысалы, сіздерде сабаққа келесіздер. Мысалы, неше пар бүгін? 4 пар ба? Мысалға 4 пар десекші бүгін. 4 пар өтірік айтпай құдай айтыңыздар. Әңгіме айтып отырасыздар, дұрыс па? Қасыңызда подруга отырып қалса, әңгіме айтып қаласыз ғой. Иә. Көрдіңіздер ма? 4 пар, мысалға, азанда сабағыңыз бастап, обедке дейін өсек соғасыздар. Мен сабақтан шықтыңыздар отырғанда, сабақтан шығып тағы да өсек айтып отырсыздар. По факту да. Отырса тағы қазір кешкі 6-ға дейін 5-ке дейін отырып өсек айтасыздар. Өмірлеріңіздің бәрі өсекпен өтеді ғой. Қазір сіз үйіңізге қайтасыздар да, үйіңізге барып қайтадан сол баяғы өсек басылады. Дұрыс па? Барасыз квартираға, қыздармен тұрасыздар ма? Иә. Көрдіңіздер, уже осы жерде салдыңыздар ғой сіздер. Сіздер мысалға барасыздар, қыздармен тағы да үйге барып шай ішіп, өсек соғып отырасыздар. Өмірлеріңіздің бәрі өсекпен отырады да. Сол үшін андай Қазақстан дамымай жатыр да біздіңше. Өміріміздің бәрі әңгімемен отыр ғой. Жұртты өсектеумен. Жоқ, біз керісінше бір дамиық, ізденейік, білім оқиық, бір жаңағыдай кітапханаға барып, баяғыда біз әке-шешеміз кітапханаға баратын мысалға ше. Не үшін кітапханаға барып? Өйткені ол заманда TikTok, Instagram, YouTube болмағанда, болғанда олар да кітапта отыратын еді, YouTube'да отыратын еді да мысалға ше. Олар да сол заманда сондай болатын еді да. Мысалға ше. Кішкене андай ақыл айта алмайтын бар енді ол жағынан. Просто мама балам менің ол кездерде кітапханада болған. Қазір біз не үшін кітапханаға бармаймыз? Өйткені қазір TikTok, Instagram, YouTube, әр заманның өзінің қызығы бар. Дұрыс па? Ол да дұрыс негізі. Өсек айтып тұрғанда дұрыс. Өйткені ол ынтымақтық қой. Дұрыс па? Мысалы, өмір бақи сіздер жаңағы подруга болып жүрмейсіздер ғой, дұрыс па? Ертең байға тиесіздер. Бәрі жан-жаққа уже жоқ болып кетесіздер ертең. Сіз байыңызбен кетесіз басқа қалаға. Сіз байыңызбен кетесіз. Әркім қолын ұстайды да кетеді байлармен. Жан-жаққа тарайсыздар. Әңгіме айта алмай қаласыздар. Ертең күйеулеріңіз гарантия беремін, подружкаларыңмен араласпа дейді. Ол 100% гарантия. Сол үшін подругамен әңгімелесу керек, дұрыс. Осылай уақыт бөлу керек. Осылай бір-бірлеріңізбен сөйлесіп, ынтымақтық деген нәрсе болу керек негізі. Жалпы айтып жатырмын да. Ынтымақтық деген негізі дұрыс нәрсе ғой. Аттарыңыз кім? Кім? Тамирес күшті ат. Қой, Иә, егіз. Вообще ұқсамайсыздар ғой екеуіңіз. Қай маңға? Вообще ұқсамай. Біреу прикол ұстап айта салған жоқ па, егізсіңдер деп. Соған сенім алып жүргенсіздер ма әйтеуір? Мапаларыңыз айтты ма әйтеуір? Точно? Егізсіңдер деп айтты ма негізі? Біреуіміз даладан тауып алғанбыз деп айтады. Біреуімізді даладан тауып алғанбыз деп айтады. Нұршат даладан тауып алғанбыз деп айтады. Нұршатты тауып алған сияқты енді. Ол енді өтірік болып қалмасын енді. Просто ұқсап тұр да соған ше. Негізі былай жігіттер келсе, негізі шындарына айтасыз, жігіттер келсе андай танысасыздар ма былай? Қарындас танысасыздар, Сіз ше? Таныспайсыздар ма вообще? Жігітпен танысасыздар ма, таныспайсыздар ма? Просто айтып жатқанда ма, типа қазір статистика бойынша әйелдер көп та. Қазір кісі отқанда бай таппай қалып жүрмеңдер әйтеуір. Жотам, жігіт бар ма деп. Бая ескі қыз қой, араласқан класстастарыңыз деп, параллелстарыңыз деп, 10 жыл бұрынғы. Дәурен, жотам, боссың ба? Все, давай. Алло? Ером, қалайсың? Класстасың мен ғой?
Ayşat. Sen үйленбедің болса? Жоқ, үйленген жоқпыз. Қақтасың? Таксиіңе, маршрутыңа ақша берейін, кесіне қарай. Деп атпаңыздар ертең. Өлі, бай таппай қалмаңыздар ертең. Кісі болға болмайды да, негіз. Нормально жақтырмай өткен жоқсыз ма қыздар? Нормально ғой еді. Ренжіп жаңағы. Шаршайсың ба? Просто ауыздарыңыздан жақынсыз есіске барыр да, былай қарайшы, маған қарай. Бар ма? Шайнаңыздар, қыздар. Көбірек шайнаңыздар. Бере салмай бәрін. Қыздар. Сол қыздар. Уақыттарын оқып болған жоқпын ба? Айып етпеңдер. Иә. Ренжіп қалғансыздар ғой айтар, ең басында. Ренжу жоғына қыздар ертең, ренжіп қалдым деп. Ау. Сақ шайнайсыз ба? Шаймайсыз ба? Пранк қой қыздар. Не пранк? А? Пранк қой, пранк. Просто пранк деп айтып отқаннан ма сен? Сондай сөз бар да, пранк деп. Пранк дедің ба? Не пранк деп тұрмын ғой, не.